Сәлем баршаңызға, сіздермен Бибінұр Хамитқызы. Егерде менің рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, пальчикті жоғары қарай басып, қолдап отырыңыздар. Ал бүгін манты дайындаймыз. Рецепт сіздерге ұнайды деп үміттенемін, өйткені бұл анамның рецептісі. Бір жұмыртқа. Қамыр, тұзды жақсы көреді. Неге бір шай қасық тұз қостым, суда еріттім. Жақында мен өзіме осындай тапервардың ыдысын алдым. Бұл 3 ыдыстан құралған жиынтық, өзіме қатты ұнайды. Қамыр илеген уақытта, крем взбивать еткен кезде өте ыңғайлы. Және қамыр жақсы көтеріледі. Бетін жауып, тындырған уақытта да қамыр өте жақсы ие қанып, демалады. Қамырды еліп болғаннан кейін міндетті түрде 30 минут тындырамыз. Бетін жауып, сол кезде қамыр жұмсақ, тегіс болады. Ал енді салмасын дайындауға кірісейік. Менде сиырдың тартылған еті фарш, 500 грамм және 300 грамм пияз ұсақтап туралған, 300 грамм картоп, 50 грамм құйрық май. Егерде сіз жақсы көрсеңіз, бұл қоспаға мантымызға сочный дәм береді. Және 13 грамм тұз, 2 грамм бұрыш. Бәрін өлшеп салсаңыз, дәмі керемет болып шығады. Егерде сізде весы болмаса, онда 2 шай қасық тұз қосасыз, жарты шай қасық бұрыш. Картопты асқабақпен алмастыруға болады. 300 грамм асқабақты ұсақтап турап қоссаңыз, өте дәмді манты болады. Біз салмасын дайындап болғанша қамырымызды 30 минут тынды. Өздеріңіз қарасаңыздар, қақпақтың астына демалып, жұмсақ қамыр дайын болды. Мен осы қамырды 3-ке бөлемін, 3-ке бөліп илеймін. Сол кезде бізде үлкен 3 манты, андай ыдысында манты дайын болады. Мен салмасының мол болғанын жақсы көремін. Барымша мол саламын. Ары қарай әдеттегіше 4 жағынан қысып манты түйемін. Барымша тез-тез түйеміз. Мантының ыдысына бетіне май жағып, мантыны орналастырып, қақпағын жауып қоямыз. Өйткені беті ашық қалса, қамырымыз кеуіп қалады. Сол кеуіп қалған кезде ол құрғақ болып кетеді қамырымыз. Сондықтан тез-тез түйеміз және міндетті түрде мантаварканың қақпағын жабамыз. Мантаварканың суын қайнатып, біздер мантыны 45-50 минуттай пісіреміз. Мантыны мен подливпен ұсынғанды жақсы көремін. Ол үшін пияз бен сәбізді майға қуырамын, томат қосып. Осылай дайын болады. Дәміне қарай тұз қосамын. Осы құраммен менде 3 табақ манты дайын болды. Видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Егерде сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп, пальчикті жоғары қарай басып, мені қолдап отырыңыздар. Сіздермен болған Бибінұр Хамитқызы. Сау болыңыздар. Ас болсын.